Bir boluştun жақсы сөзі var. Egin egilbegen talağa kalbasın. Egin egilbegen, egin sevilbegen talağa kalbasın. Erge tiybegen cesir kalbasın деген. Söz türdü güyesini turmuşka bergile. Alemi egin talağın barında egin aydalıp dursa tokçuluk болады. Жетім жесіледі асырап алған жолдошы болса, алым не болады? Тұрмыш бұзылбайды деген сөз. Сөз сөйле тиіп алып кетіп қалу емес. Өзінің эле туғандарын біреу не қылып қойған, шығып қойған. Бычаққа сап тұсы. Әркіміз емес, кейбір азыр машина алмаштырғанда алмаштырып отпай ғой. Ма жақпай қалды анан. Балбайым, Құдайдың бұйрығы екен. Жашай албай қалдық. Не қылайын әмі? Алла тағдыр қылды, үйлендім. Тағдырда жоқ екен, анан кетті деп қойып. Қылғылықтың барын өзі қылған. Ақырын отырады, қылғылықты қылып қойып. Қылғылықты қылып қойып, қылжыпменен буып қойып, жаман айтылған ей. Жетпеген адамға жетеді бұл. Бұл хитри адамдарға тиешелі бұл. Бұл бүт нәрсе пенденің қаулысыменен болады, егерде аға Алла Тағала мүмкіншілік берген болса дейді. Құдай Тағалам ықтиярды берді де бізге. Ишті қылып қойып тұрғаннан кейін секім Құдайға шылтап қойған болғандай бір неме. Осы үшін ал біреуінің қызы сізді адам деп дейді, еркек деп дейді. Бұл сайпана емес деп дейді. Көрсана біз не болып қалады? Кейбірлер бар емес. Bizim мешітте андай кіші жоқ деп есептеймін. Кейбір жерлерде болып қалады. Жана аял мүнөздүү сайпана еркектер. Келіп алып бір езіп, мұжығып, савап, ұрып савап. Анан кейін бар кете берші сен деп қойды. Ма жақпай қалдым деп. Тағдырымызда көзі жашауыз жоқ екен, кете берші деп. Өткен осы үшін тамашалап айттық қой, бірақ шындық еле бұл. Тамаша шындығына жараша деп қойды қырғыздар. Осы тағдырға шылт ола бергендерге айтыш керек та. Неде 20-да кіші тұрып, қана осы бетіңді тосып көр. Біз 20-дан бетіңе бірден чап шығып көрелі, шариат арам болса дағы. Анан тағдырда кимиздің қолуыз тиет десе тиет, тибет деген келіп қатып қалады, мектеп депке. Тұрып бересің бедеш керек. Тұрып бербейді. Себебі білет та, кел удар тиерін білет. Соққыны жиерін білет. Өзінің 2 минуттық құмар үшін біреуінің қызын башын айландырып, иншалла, субханалла, бақтылы болады иншалла, бұл дүйін ақыретте деп көзін мұнан тақшыңда толы. Алат? Жоқ, 1 жылдан кейін, 5-6 айдан кейін. Кетті. Бұл еркектік емес та. Ошондуктан бұл салтта жеңе аял деген болған. Жеңе аял деген ошол бычаққа саптуу кайнелери баягы бизде ууру сүрүп бөлүнүп кетүү эмес. Намызды коргоп калуу максатында ууру сүрүштүрүлгөн. Анан топ. Баланча тобу, түкүн тобу деп турабы? Ошондо деп тагдырдын тамашасы ар кандай экен. Бирөө 50 жашында, бирөө 40 жашында, бирөө 30 жашында 5 баласын калтырып кетип калып атат. 5 баласы менен аял каяка тиет ал? Ешқат тие албайт ал. Тиейин десе балдары бар. Балдарын бөлөк бирөө оңдоо максатында эле мындай кыл тигиндей кыл деп койсо, ал катуу тиет. Жанагы аял айтат, атаң көрө өзүнүн атасы болсо, мынтип урушпайт эле дейт экен. Же болбосо тескерисинче кыялдары башкача, баягы ата барып берилейин десе, жана боор бербейт. Боор тартпайт, тебилип туруп алат. Кыргыздар муну да айткан. Колунду бе тебет деген. Тебет, тумшуң чыдай, тумшуң бышыкты. 10 жолу тепсе да чыдай тумшуң. Анан алышың керек экен. Колунду бе тебет дегенде. Колунду бе тебет деген. Ачыктап айта алышым мындай. Дана эле. Ошого тумшуңузду тозуп көрүшүңүз керек алганга чейин. 1 жолу тебеби, 100 жолу тебеби, мына боксерлор кандай мурдуңуз бышса, анан алыңыз. Анан кой бербеңиз. Бекем кармагы ошондойдон. Кой бербеймен болду. Кудайым буйруса, ахиретте да бир болобуз дейм Кудайым буйруса деп. Эркелетип жакшы караңыз. Антип мээрим төгүп эркелетип карай албайсызбы? Анда албай эле коңуз. Ошо бир аялыңыздын этегин карап, ошол жерден түшкөн балдарыңызга Аллахыма шүгүр деп эркелетип жүрө бериңиз. Болду да. Эмне кыласыз? Эки тоонун бирдекесин эңсеген бирдеке өлөт болуп. Кереги жок. Эки тоон чөбүн эңсеген ачкадан өлүптүр дейт.